Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді ақуыздан жасалатын рулеттің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызды дайындап аламыз. Ыдысымыз құрғақ болуы қажет. Енді бөлме температурасындағы ақуызымызды құямыз. Лимон қышқылын қосып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, аппақ болып көтерілгенше араластырамыз. Осылай көпіршіктер пайда болған кезде қант ұнтағын қосып, миксермен тоқтамай араластырамыз. Қантымыз толықтай еріді. Енді ыдысымызды осылай төмен қаратқан кезде ішіндегі массамыз ақпауы қажет. Енді жүгері крахмалын қосып, тағы да араластырамыз. Енді ақуызымыз дайын болды. Қалауыңызша, мен шоколадты теркадан өткізіп қостым. Қоспасаңыздар да болады. Осылай жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Массамыз дайын болды. Енді пергамент қағазының бетіне сұйық майымызды жағып шығамыз. Бұл рулетіміз жабыспас үшін. Массамызды құямыз. Силиконды күрекшенің көмегімен тегістейміз. Алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Рулетіміз дайын болды. Енді үстіне видеодағыдай пергамент қағазын қойып, екінші жағына аударамыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін менде қаймақ 25%. Миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Қалауыңызша қант қоссаңыздар болады. Рулетіміздің бетіне кремімізді тегістеп жағып шығамыз. Қалауыңызша үстіне жеміс қойсаңыздар болады.
Кремімізді толықтай жағып болдық. Енді рулет қылып ораймыз. Рулетімізді тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Өте дәмді ақуызды рулетіміз дайын.